Мына Қытайлар кек алуға сұмдық мән береді. Қазақ айтады ғой, жаңағы қазақ айтады, не дейді? Өлетұғын тай үшін, көшетұғын сай үшін, ата кегің болса да алдыңа келіп тұрған соң аса кеште қоя бер, желкетерін құрыспа дейді. Жаңа қазақ өстіп айтады, қазақ мейірімділік тәрбиелейді. Ал Қытай жүнзі бауыш ұшын ем буан дейді. Ол деген сөз асылзада, яғни бекзада кек алу үшін 10 жылда кеш емес дейді. Қазақтардың тым кешірімшілдігі қазақ қоғамындағы зұлымдықтың артып кетуінің басты факторы болуы мүмкін. Мысалы, қылмыс жасаушы, зұлым, күш иесі, билік иесі, байлық иесі, әлі жеткен алып та жығады, шалып та жығатын сол қуат иесі өзінен әлсіздің жерін тартып алады, мүлкін тартып алады, тіпті әйелін тартып алады. 12-де бір күлі ашылмаған бойжеткен қызын алып қашып қатын қылып қорлап тастай салады. Ал қорлыққа ұшыраған қазақ не дейді? Құдайға тапсырдық дейді. Оны қазақтағы айтады, әлі жетпеген ақиретшіл дейді. Ал кек алу болмаған жағдайда бұл зұлымдар жалғаса береді. Ал Қытайда өстіп өзінің туысына, отбасына қандайда мынау заң оның құқын қорғамаған жағдайда бұндай зұлымдық жасалатын болса, оның туыс туғандары кек алады. Жаңағындай. Мысалы, 2 отбасын қырып кетті. Кек алады. Бұндай кек алулар кез келген зұлымдықты жасайтын кезде оның зардабын ойлауға жаңа күш иелерін, байлық иелерін мәжбүрлейді. Яғни олар енді тағы бір әлсізді зұлымдықпенен оны шектен тыс қорлап, және оны шектен тыс азаптап, тақыр таза қылып жіберейін деген кезде олар ойланады. Мүмкін өзіне бір шығар жол қалдырады. Себебі кек алудан қорқады. Мынау Қытайлардың бір мінезі бар. Мен енді оны дәріптеп тұрған жоқпын. Әрине адамдардың кешірімшіл болғаны дұрыс, бірақ барлығын Құдайға тапсырып, Құдайды бейне өзіңнің құлың сияқты көріп, бәрін Құдайға тапсырып, ананы айта салшы, малға су бере салшы, атқа су бере сал, шөп сала сал, сиырға жем бере сал деп тапсыратындай, Құдай сенің мал бағушың емес, официантың емес, заказ беретін. Мына дүниенің есебі мына дүниеде болу керек. Сондықтан зұлымдықты жазалау, әлінен асқан, Құдайын ұмытқан, сасық көкірек, сайтан мінезді, жалақор, бәлеқорды жазалау, ол Қытай қоғамындағы бір таңғажайып құбылыс. Ұлттық мінез. Мен бұл жерде кек алуды дәріптеп тұрған жоқпын, қайталап тұрып айтамын. Бұл Қытай ұлтының бір ұлттық мінезі. Ал қазақтар, зұлымдар білген істейді, жаңа тастайтын аспаның болса тасташы, қолыңнан не келеді? Сен тентіретіп жіберем, қаңғытып жіберем дейтін сасық көкірек қазақ, титтей мансабына арқаланған қазақ, аға көкесіне сенген қазақ, жаңағы көз алдында қызын мәжбүрлеп алып қашып, бір апта қатын қып, мазақ қылып, күлкі қылып тастап кетеді. Не оны сот қарамайды, полиция қарамайды. Осы зұлымдықтың барлығының артында не тұр? Не қарапайым қазақтың құқын билік қорғамайды, не сол әлсіз қазақтың өзі осыны әшкерелейтін бір қарекетке бармайды, не кек алмайды, немесе кем дегенде әлеуметтік желіде өзінің көрген қорлығын айтып, соны әшкерелеп, оның масқарасын шығара алмайды, сосын жаңағы зұлымдық әшкерелеп береді. Қазақтардың зұлымдыққа ұшырағанда өз-өзіне қол жұмсайтынына мен таңырқаймын. Қытайлар зұлымдыққа ұшыраса, қорлыққа ұшыраса кек алады. Қазақтар өз-өзіне қол жұмсап, сонымен ол іс аяқсыз қалады. Таң қалады. Мен осыған таңырқаймын. Екі қал, екеуі де азиат. Екеуі де азиат. Шетелге шықсаң, мына еуропалық, америкалықтардың назарында екеуін де азиатсың. Бірақ анау міндетті түрде кек алуға тырысады. 10 жыл ұмытпай жүріп, жаңа қызын қорлаған, ұлын қорлаған, ата-анасын нақақ соттаған, не өлтіргеннен кек алмай тынбайды. Ол егер олай істемесе, өмір бойы басқалардың алдында бас көтере алмайды. Және соның айналасы, жора жолдасы, туысы оны ынжық көреді. Ол өзінің адам екендігін дәлелдеу үшін кек алады. Айналасына, туыстарына, достарына, өзімен бірге оқыған курстастарына ол кек алу арқылы басқалар оған құрметпен қарайды. Ал қазақтар жауынан кек ала алмай, өзін асып өледі, секіріп өледі, ушып өледі, сөйтіп өле салады. Мен аңтаңғанам, сол ушып өле салатын, асылып өле салатын қазақтар неге жастығын ала кетпейді?
Мен соған аңтан қалам. Мен бұл жерде тағы да қайталап айтам, кек алуды дәріптеп тұрған жоқпын. Зұлымдық әбден шегіне жетті ғой Қазақстанда. Қазақстанда зұлымдық максимал шекке жетті. Қазір жер шарындағы соғысып жатқан региондардан басқа бейбіт, тыныш деп аталатын региондарды есептегенде Қазақстан адамдардың өмір сүруі ең қиын жерге айналды. Адамдардың өмір сүруі ең қиын, жұмыс табу ең қиын, әділетсіз сот ең шектен тыс құтырған, полиция, күшиелер, ұлттық қауіпсіздік, әкім, билік иелері қолында қандай да мүмкіндігі бар, билікке арқа сүйеген сол биліктің құрамы болғандар өзінің зұлымдығын максимал деңгейде іске асыра алатын, ал қолында байлығы жоқ, билігі жоқ, күш қуаты жоқ адамдардың құқы ешқашан қорғалмайтын, қыздар қорланып қала беретін, әйелдер отбасы зорлық зомбылығынан қорланып қала беретін, қарапайым бір ауылдың әкімінің жынды көшек ұлы сол ауылдағы орта мектеп оқитын қызды қалағанша қатын қылып қорлайды, мынаны бір ай үйіне кіргізіп алады, қатын қылып, бір айдан кейін мазақ қылып тастай салады, мектеп оқушысын, кәмелет жасына толмаған қыздар. Ертең ана қызды алады, одан кейін мына қызды алады, қорлайды, кәдімгі мазақ қылып, және осы қыздардың өздері де ата-аналары да осы қорлыққа төзіп отыр. Осы қорлыққа төзіп отыр. Ауылдың әкімінің өзі сол ауылдың құдайын айналып қалған. Ауданның прокуроры, КМБ бастығы, ауданның судьясы, соты құдайға айналып қалған. Олардың қатындары, інілері, інілерінің қатындары, олардың балалары, інілерінің балалары өздерін құдай сезініп қалған. Неге? Айдері ажа жоқ, қойдері қожа жоқ, тидау жоқ, олар құдайдан да қорықпайды. Ал олардың қорлығына ұшыраған қазақ не заңға сүйеніп, заң арқылы құқын қорғай алмайды, кем дегенде әлеуметтік желіге қорлығын айтып, қоғамның назарында аударта алмайды, барады да асылы өліп қала салады. Иттен қадірсіз болып. Жақсы ит өлімтігін көрсетпейді дейді де, иттен қадірсіз болып өле салады. Жастығын ала кету деген жоқ. Жоқ. Бұл қазақ қоғамындағы ең бір қараңғы түнек, сұмдық құбылыс. Корейдің фильмдерін көр. Қалай кек алады? Корейлер қалай кекшіл? Ағасын өлтірген соғыста, нақақпен әке шешесін өлтірген. Анау Корейдің тарихи фильмдерін қара. Соның құрттай баласы көзінен от жанып, ана жерде жетім қалады, соғыста ана зұлымдар келіп әке шешесін өлтіреді. Сол жігіт болып, ана өмір бойы ең соңында ана жауының басын шауып тыныштауы. Корей фильмдерін қарасаң осы тұр ма? Қандай идеология? Алдыңа келіп тұрған соң аса кеште қоя бер дейді. Қазақ айтады. Негізі осы екі идеологияның қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Қайсысы дұрыс деп ойлайсыздар? Зұлымдық сонда жауапсыз қала беру керек па? Зұлымдық жауапсыз қала беру керек па, қазақтар? Мен бұны ешкімге кек алыңдар деп мәжбүрлеп отырған жоқпын, және кек алуды мадақтап, ақтап, жақтап, кек алу туралы үгіт насихат жүргізіп жатқан жоқпын. Заңға барсаң, заң сені қорғамайтын. Билікке барсаң, билік сені қорғамайтын. Сенің адамдық құқың, өмір сүру құқың, мал-мүлік құқың, бала шағаңның құқы, бүлдіршін қызыңның құқы, қор болып педофилдердің қорлығына ұшыраған ұлыңның құқы қорғалмайтын елде сенің шығар жолың не, қазақ? Құдайға тапсыру ма? Құдайға сен тапсырмасаң да Құдай есеп алады. Бірақ Құдайдың есеп алуы бұл дүниеде емес қой. Ол анау қиямет келген кезде. Құдайдың сот ашылған кезде, махшар алаңында, қиямет қайымның кезінде Құдайдың есеп алады. Бірақ сен Құдайға тапсырсаң да Құдай есеп алады, сен Құдайға тапсырмасаң да Құдай есеп алады. Құдайдың есебі анық, одан ешкім қашып құтылмайды. Бірақ мына дүниеде емес. Сонда қазақ неге Құдайға тапсырады? Тапсырсаң да есеп алатын, тапсырмасаң да есеп алатын Құдайға қазақ неге үстемелеп тапсырады?